Сәлем достар, Deutsch mit Айжан арнасына қош келдіңіздер. Біз 13-ші сабақта неміс тіліндегі етістіктердің жіктелу ережесін өттік. Егер ол сабақты әлі көрмесеңіздер, міндетті түрде алдымен сол сабақты көріп шығыңыздар. Бүгінгі жаттығуды бастамас бұрын мен сіздерге бір қызық әдісті айтқым келеді. Спортта жаттығу жасаған кезде тек бізге қажетті нақты бір бұлшықет қана жұмыс істеу керек. Сонда ғана спортта нағыз нәтиже болады. Егер жаңадан бастаған спортшы бүкіл денесін қинап, техникасы салмақ көтерсе, оның пайдасы нөлге тең. Тіл үйренуде дәл солай. Егер біз бір мезетте етістікті де, өткен шақты да, сөйлем құрылысында араластырып жіберсек, миымыз шаршап, жаттығудың тиімділігі өте аз болады. Сондықтан біз бүгін етістіктің тек қана бірінші жақта жіктелуіне жаттығу жасаймыз. Бүгін біз күнделікті өмірде ең жиі қолданылатын, бізге ең таныс 16 етістікті алып, сөйлеу аппаратымыз автоматты түрде дұрыс сөйлеуге үйрену үшін тек осыларды жіктейтін боламыз. Бұл етістіктердің оқылуы және аудармасымен YouTube каналымның шортс бөлімінде сіздермен алдын ала бөліскен болатынмын. Келесі сабақтарда осы етістіктермен үлкен әдемі сөйлемдер құрап үйренеміз. Сол кезде қатесіз сөйлеу үшін дәл қазір етістік түбіріне е жалғауын жалғауды темірдей зан етіп жаттап алуымыз керек. Сонымен жаттығуды бастайық. Бірінші етістік лебен, өмір сүру. Бұл жерде етістік өзінің бастапқы формасында тұр, яғни ен жалғаумен. Бұл жалғаудың қазақша баламасы у жалғауы. Лебен, өмір сүру. Енді жақтың есімдігі их, оған етістіктің түбірін алып келеміз. Етістіктің түбірі леп, леп. Және оған біз е жалғауын қосамыз. Естеріңізде болса, өткен сабақта біз айтқан болатын, біз бірінші жақта етістікке е жалғауы жалғанады деп. Сол кезде бізде нәтижесі их лебе болады. Их лебе. Оның қазақшасы мен өмір сүремін. Қарап отырған боларсыздар, бұл жерде их деген яғни мен, лебе өмір сүремін. Лебе бірінші жақтағы жалғауы е жалғауы, қазақшасындағы баламасы мін. Келесі етістік фраген. Фраген ол қазақ тілінде сұрау деген мағынаны береді. Фраген сұрау. Бұл жерде де өздеріңіз байқап отырған боларсыздар, ен жалғауы тұр, немісшесінде ен жалғауы тұр, қазақшасында у жалғауы. Енді бірінші жақта біз жіктейтін болсақ, их, етістіктің түбірі фраг, оған біз е жалғауын қосамыз. Сонда нәтижесінде их фраге болады. Их фраге. Оның қазақшасы мен сұраймын. Мен сұраймын. Их фраге, мен сұраймын. Яғни бұл жерде е жалғауы жалғанып тұр бірінші жақта. Қазақшасындағы баламасы мын. Их фраге, мен сұраймын. Енді келесі етістік гейен етістігі. Гейен етістігі ол қазақшасы бару деген мағынаны береді. Бір жаққа бару. Гейен бару. Бастапқы формасындағы жалғауы ен, түбірі гей. Қазақшасы бару. У деген бұл жерде жалғау тұр. Енді немісше бірінші жақта жіктейтін болсақ, их, оған түбірін алып келеміз гей, және бірінші жақтағы жалғауын қосамыз, е жалғауын, сол кезде их гейі болады. Қазақшасы мен барамын, мен барамын. Келесі етістік шрайбен.
шрайбен етістігін мысал алайық. Шрайбен етістігі қазақшасы жазу деген мағынаны береді. Жазу. Есімдігіміз их, шрайбы. Ең жалғауын алып тастаймыз, түбірі шрайб, оған бірінші жақтың жалғауын жалғаймыз, сол кезде их шрайбы болады. Их шрайбы қазақшасы мен жазамын. Их шрайбы мен жазамын. Келесі етістік заген. Заген ол айту деген мағынаны береді. Енді бірінші жақта жіктейтін болсақ, есімдігі их, түбірі заг, оған жалғауын жалғаймыз. Сонда их заге болып жіктеледі. Қазақшасы мен айтамын. Мен айтамын, их заге. Келесі мысал шпилен етістігі. Шпилен етістігі, оның қазақшасы ойнау деген мағынаны береді. Ойнау, мысалы, футбол ойнау, гитарада ойнау, пианинода ойнау деген кезде біз осы шпилен етістігін қолданамыз. Енді жіктейтін болсақ, бірінші жақта есімдік их, оған шпил түбірін алып келеміз, ең жалғауынсыз, және бірінші жақтың жалғауы жалғауын қосқан кезде их шпиле болып жіктеледі. Оның қазақшасы өздеріңіз байқап отырған боларсыздар, мен ойнаймын деген мағынаны береді. Их шпиле, мен ойнаймын. Швиммен, швиммен. Швиммен мысалы, бұл жүзу деген мағынаны береді, суда жүзу, қазақшасы. Енді жіктеген кезде их швим, жалғауын жалғаймыз, их швимме болады. Мен жүземін, мен жүземін. Келесі мысал зинген. Зинген ол әндету деген мағынаны береді. Жіктеген кезде их, түбірі зинг, оған жалғауын жалғаймыз. Сонда их зинге. Мен әндетемін. Мен әндетемін деген мағынаны береді. Их зинге. Жалғау жалған түр түбіріне, қазақшасындағы баламасы мін жалғауы. Их зинге, мен әндетемін. Келесі мысал бегиннен. Бегиннен етістігінің қазақша аудармасы бастау. Бастау, бір нәрсені бастау. Бұл етістіктің жіктелуі их beginne, ich beginne. Мен бастаймын, мен бастаймын. Ich beginne. Одан кейінгі мысал suchen. Suchen етістігі ол іздеу деген мағынаны береді, бір нәрсені іздеу. Жіктеген кезде ich suche болады. Яғни қазақша баламасы мен іздеймін. Мен іздеймін. Ендігі мысал коммен етістігі. Күнделікті өмірде өте жиі қолданылатын етістік. Келу деген мағынаны береді. Жіктеген кезде их комме болады бірінші жақта. Яғни қазақшасы мен келемін. Мен келемін. Одан кейінгі етістік kaufen. Сатып алу деген мағынаны береді. Kaufen сатып алу. Бірінші жақта
кауфен етістігі их кауфе болып жүктеледі. Их кауфе. Мен сатып аламын. Мен сатып аламын. Одан кейінгі мысал. Сіздерге өткен сабақтан таныс trinken етістігі. Trinken етістігі ол ішу деген мағынаны береді, яғни шай ішу, кофе ішу, сусын ішу. Сонда их тринке болады, яғни мысалы их тринке кофе, мен кофе ішемін. Оның қазақшасы мен ішемін. Их тринке, мен ішемін. Келесі мысал хөрін етістігі ол тыңдау деген мағынаны береді. Жүктелген кезде ich höre. Мен тыңдаймын. Мен тыңдаймын. Мысалы, ich höre Musik. Мен музыка тыңдаймын. Деген кезде сөйлем құрағанда қолданамыз. Одан кейінгі мысал бізде kochen. Өткен сабақта естеріңізде болар, kochen етістігі ол тамақ пісіремін деген мағынаны береді. Тамақ пісіру жүктелген кезінде бірінші жақта ich koche болады. Ich koche, мен тамақ пісіремін. Мен тамақ пісіремін. Және ең соңғы етістік ол learning етістігі. Learning етістігі үйрену деген мағынаны береді. Үйрену. Бірінші жақта жүктелген кезде ich learne болады. Яғни қазақшасы мен үйренемін. Мен үйренемін. Мысалы, ich lerne Deutsch. Мен неміс тілін үйренемін. Мен неміс тілін үйреніп жатырмын дегенді ich lerne Deutsch деп айтамыз. Міне достар, біз бүгін күнделікті өмірге ең қажетті неміс етістіктерін тек бір ғана жақта их есімдігімен жүктеп шықтық. Естеріңізде болсын, осы етістіктердің барлығына біз соңына тек е жалғауын қостық. Бұл жаттығу біздің алдағы үлкен сөйлемдеріміздің іргетасы. Енді келесі практикалық видеода біз осы етістіктердің екінші, үшінші шақта жекеше және көпше түрде жүктейтін боламыз. Егер сабақ сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Tschüss, bis bald!